Құрылыс саласын цифрландырудың басты мақсаты атқарылатын жұмыстардың барлық процестерінің айқын болуын қамтамасыз ету. Бұл ашықтық ең бірінші баспананың себепсіз қымбаттауына жол бермейді. Екіншіден, жұмыс сапасын арттырады. Ғимараттарды салу жұмыстары 100% технологияны сақтап, нормативтерге сай жүргізілмейді. Құрылыс материалдарының сапасы бақыланбайды деген қоғамда сын бар. Ал цифрландыру осындай тәуекелдерді азайтады. Сама система e-құрылыс, она в первую очередь, это основа ее, это проектно-сметная документация. Құрылыс жүйесінің негізі жобалық сметалық құжаттан тұрады. Ең бірінші ол жерге сараптамадан өткен жобалық смета енгізіледі. Бұл жүйе бірінші кезекте мемлекеттік нысандарда тексерістен өтеді. Ол жерде жалпы құрылыс сметасының шекті құны көрсетілгендіктен жүйе бағаны асыруға жол бермейді. Мысалға, темір бетон сметалық құжатта бір бағада көрсетіліп, оны басқа бағамен төлеуге жүйе рұқсат етпейді. Құрылыс жүйесі барлық процестерді цифрландыруға мүмкіндік береді. Технологиялық жүйелілікті сақтай отырып, нормативтік құжаттарда көрсетілген тәртіпті қамтамасыз етеді.